Selam dostlar, sen апаймен жеке көп. Сәлем сөздің анасы, сөз сарасы демекші. Армысыздар құрметті көрермендер, сіздермен бірге бір толқын атты жаңа жобамыз. Бұл жоба бізде 49 News жаңалықтар айдарымен бірге түсіріліп отыр. Бүгін бізде ең алғашқы шығарылым. Бүгінгі жобаның жүргізушісі мен жас журналист Кеген Айнара Ерғатқызы. Енді бүгінгі алғашқы шығарылымымыздың қонағы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылы номері 49 орта мектептің ұлағатты ұстазы, 1986 жылы желтоқсан көтерілісінің куәгері, Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен марапатталған Шакенова Амина Капановна ұстазымыз. Амина Капановна, сізді жақында алған марапатыңызбен ең бірінші шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Жалпы Амина Капановна, бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Жақсы көңіл күйім. Толғаныста отырмын енді. Сізді шын жүректен құттықтаймыз тағы да. Ал енді көп ұзамай сұрақтарымызға көрсек, бірінші сұрақ, Амина Капановна, ең алдымен бала кезіңізге оралсақ, ұстаз болу бала кезіңіздегі арманыңыз ба? Енді бала кезімде ұстаз болып армандадым. Бұл жерде маған себепші болған неміс тілі пән мұғалімі Сақыбаның жолына, мен әлі ұмытпаймын ол кісіні, және математика пән мұғалімі Ілияс Наурызбаев деген кісі болды. Сол кісілердің сабақты берген менде қызығушылығым болды сол кісілерге ше. Сол кісілерге қарап ұстаз болғым келді. Соған жету үшін дайындалдым. Қазір шүкір сол маман иесі болып отырмын. Жақсы, рахмет. Енді келесі сұрағымызға өтетін болсақ, математика дәлдік пен табандылықты талап ететін ғылым. Бұл пән сіздің өмірлік ұстанымыңызға жалпы қалай әсер етті? Енді математиканың өзі бір дәлел, ізденімпаз, логикалық есептер шешу, логикалық ойлау және дәлелдеу ғой. Енді өмірде де мен ойлаймын, сабырлықпен дәлелдеу, шеше білу и логикалық ойлау. Бұл да бір математиканың бір жақсы бір себебі деп ойлаймын. Жалпы келесі сұрағымызға өтетін болсақ, сіз 1986 жылы желтоқсан көтерілісінің себепкері болдыңыздар. Құрметті көрермендер, білесіздер, 1986 жылы Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен жалпы біздің ата-бабаларымыз біздің тәуелсіздігімізді алу үшін күрескен болатын. Ол кезеңді біз ұмытпаймыз. Ал сіз сол кезеңнің нақты куәгері болдыңыз. Сол жалпы қиындылықты өз көзіңізбен көрдіңіз. Жалпы сол кезеңнен есте қалған ерекше сәттеріңіз қандай болды? Енді 1986 жылы мен 20 жаста едім. Теледидардан бәріміз көрдік. Осыны көріп отыр. Білмеймін, бәрімізде патриоттық сезім болды ма? Бәріміз ертеңгісін алаңға шықтық. Мені мақтан етем. Қатысып бір кішкентай болды себебім тигеніне. Бұл жерде маған жастардың бір ұнағаны жаңағы еркіндік сүнге рухани биік көрініс болды. Мен мақтан етем сол кезде. Сол жерде ортада болғаныма. Құрметті көрермендер, бізде номер 49 орта мектептен осындай ұстазымыз шығып, 1986 жылы көтерілістің куәгері болып, қазіргі уақытта міне қасымызда отырғаны да біз үшін ерекше қуаныш, біз үшін ерекше жеңіс. Себебі былай қарап тұратын болсақ, қазір қиындықта да бізде білесіздер, көп жастар шыға бермейді, ал сол кезеңдегі жастар бізде өте мықты болды, күшті болды. Тек қана өздері үшін емес, елі үшін, жері үшін осы кісілер күрескен болатын. Жалпы рахмет. Бұл жерде қайтып кететін, енді өзіміз жеріміз ата-бабамыздан қалған. Енді бұл жерде өзіміздің елімізде бірінші секретар Қазақстанымыздың азаматы болуды қаладық. Сырттан келген қолбен біздің мәдениетімізді бәрін біле бермейді ғой. Неге қандай болса да, неге өзіміздің Қазақстанымыздан болмады деген жастардың сол ойлары сол алаңда соны жеткізді. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, жалпы осы ұстаздық жолында оқушыларыңызбен ең бір қызықты есте қалатын сәттер болды ма? Енді есте қалатын бір сәт болды. Мен математика 5-6 класста сабақ өтіп жатқан, тақырып шеңберді 4-ке бөл деп айттым да. Соңында бала тез қолын көтеріп, апа мен бөлдім дейді. Алдына келіп қарасам, шеңберді қайшымен 4-ке бөліп тастапты. Сондай күлдім, бірақ та кешірім сұрадым, балам ренжіме, бұл нақты бір қызықты сәт, бәрімізді бір күлдіріп, көңілімізді көтердім деп. Сол есімде қалды. Сол оқушым қазір банкта жақсы бір маман болып жұмыс жасап отыр.
Көрдіңіздер ғой, жалпы ұстаздардың әрбір сөздері оқушыларға бір мұң бергенімен, бірақ сонда да ұстаздар оқушыларға бұны жаман болсын деп айтпайды. Яғни қарап отырсаңыздар да мықты, білікті де маман иесілері осы біздің ұлағатты ұстаздарымыздың қолынан тәрбиеленіп отыр. Келесі сұрақ, жалпы көптеген оқушыңыз қазір өмірде өз орнын тапқан болар. Жаңағы оқиғаңыздан айтып отырсыз, мысалы сол қазір ол кісі банк қызметкері деп айтып отырсыз. Соған байланысты жалпы солардың жетістігі сізге қандай қуаныш сыйлайды оқушыларыңыздың? Енді оқушылардың әрқайсысы менің өмірім бір бөлігі деп ойлаймын. Мен 37 жыл жұмыс жасап отырмын. Сыныбымда болды 13 грант, 3 алтын, 2 қызыл шығардым. Көбісі IT маман болып кетті. Дәрігер, құрылысшы, қандай мамандық болса да оған құрметпен қарау керек деп ойлаймын. Оқушыларым маған жібереді, апай осындай жетістігіміз деп, қуанышымыз деп. Мен көп осы уақытқа дейін балаларыммен араласып отырамын. Ресейде де бар, Қазақстанда, басқа жерлерде де қуанамын солардың жетістігіне. Олардың жетістігі менің жетістігім деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Жалпы келесі сұрақ, қазіргі жас ұстаздар, яғни білесіздер, бізде қазір жас мамандар бар мектепте. Сол кісілерге, жалпы педагогтарға, болашақ педагогтарға және де қазіргі жас мамандарға қандай кеңес айтасыз? Енді мен ойлаймын, ұстаздық тек мамандық емес. Ол былай айтсақ, үлкен жүрекпен сабырлық керек. Әр оқушыға жүрегіне мейірім таба білу керек. Және оларда постоянно ізденісте болу керек қой. Жалпы келесі сұрағымызға өтсек, сіздің ең үлкен өмірлік ұстанымыңыз қандай? Жүрегіңізге жақын бір нақыл сөз бар ма? Енді мен постоянно бүйтіп айтамын, сабақ беру Жүсіпбек Аймауыттың мындай жақсы сөзі бар да, сабақты беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңаны табу өнер деп. Қанша жыл еңбек етсең де күнде ізденісте болуымыз керек. Оқушыларға қызығушылық ояту, сабақты жай ғана беріп кету емес, оқушының 45 минут сабақ барысында өзіне іліп алып кететін бір зат болу. Сабақ қана бермей, адамгершілік, жақсы сөздерді айтуға сабақты өзім ойлаймын, әбден кіргізу керек. Тиімді сөздерді, тәрбие сөздерді. Бұл сұрақты қойып отырған мақсатымыз, жалпы әрбір адамда бір өзіндік, бір жадында жүретін нақыл сөздер болады. Және апайымызды тыңдап отырсыздар, Жүсіпбек Аймауытовтың керемет сөзін айтқан болатын. Жалпы өмірлік ұстанымда бұл кісілердің сөзін біз өзіміздің жадымызда сақтайтын болсақ, бізде жалпы болашаққа деген бір нақты қадам болады. Және сол нақыл сөздер арқылы біз өсеміз, өнеміз, өзімізге қазіргі тілмен айтқанда жалпы мотивация аламыз. Өте керемет, Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін біздің жадымызға сақтап бердіңіз. Бұл сөзді енді біз есімізде сақтап жүретін боламыз. Ал енді келесі сұраққа өтетін болсақ, жалпы осы жылдардағы ең басты жетістігіңіз деп сіз нені айтар едіңіз? Осы жылдарда ең жетістігім математиканы дайындадым. Математика және матсауаттылықтан дайындадым. Соның жетістігін көру, оқушыларым көбісі грантқа түсті. Ең жоғары жетістік маған осы деп ойлаймын. Менің еңбегімді бағалайтын оқушылар, солардың грантқа түсу маған сол үлкен жетістік. Жалпы Амина Капановна, келесі бір осындай сұрақ келіп отыр. Сіздер ұстаздар өмірлік жолмен бірге ұстаздық жолды да алып келе жатсыздар. Сол кезде енді жалпы кейбір уақыттарда отбасыға бір көңіл бөлуге уақыт болмай жатады. Яғни қазіргі уақытта қағаз көп, документ, оның барлығы уақыт алады. Бірақ та сіз өзіңіздің отбасыңыз жайлы не айтасыз? Енді менің отбасым, жолдасым өзі ұстаз, 44 жыл еңбек жолы. Ол сөзі ауған соғыстарда желтоқсан құрбаны ұлағат ұстаз, өзім де ұстаз, 3 бала тәрбиелеп отырмыз. Әрине ұстаз әрқашан өз балаларына көңіл бөлмейді, қағаз басымдық шашап береміз. Бірақ та мен балаларыма әрдайым айтам, жүрегің тыңда, мамандықтан шатаспа деп жолдасымды өзіміз айтып отырамыз. Шүкір, қазір қызым невропатолог, жақсы салада жұмыс жасайды, 9 жыл оқыды. Мен сұраймын, өкінбейсің бе? Жоқ, мама, өкінбеймін. Өзім таңдаған мамандығым ғой деп, қиындықтар да болады. Ұлым военный академияны бітіріп, қазір Америкада ары қарай оқуын жалғастырып жатыр, магистратура сияқты. Өзі айтады, бала, мама, осы келгенде бәрін үйренгенімді өз мемлекетіне әкелген кісісен деп. Оқу қиын, бірақ та мен баламмен мақтан тұтамын. Мен кішкентай қызым 10 сынып оқиды. Тоже айтып жатырмын, мамандықты таңдай біл деп. Енді мұғалім еңбегі өте жұмысы қиын ғой. Ізденісте боламыз. Және бұрын айтатын ғой, мұғалім ауылдың айнасы деп.
енді бәрі тәрбие жағынан өзіміз ақ жаңағы мәдениет жағынан ойлаймын өзімізді әрқашанда ортада, қоғамда жоғары істей білуіміз керек деп. Иә, көп рахмет. Енді соңғы сұрағымызға да таяп қалыппыз. Соңында тыңдарман мен көрермендерге айтарыңыз болса. Енді ұлы Абай атамыздың 19 қара сөзінде былай айтылған: адам ата-анадан туғанда жаңағы есті болмайды, естіп, қолмен ұстап, жақсыны жаманды ажырата біліп, өмірден керегін өзін алса, мен ойлаймын, қоғамда жақсы білімді бір адам болады деп ойлаймын. Жастарға мейірім, қазіргі жастарға айтатын мейірім болу керек, адамгершілікті, рухани байлық болу керек. Осының бәрі ойымызда болса, әр адам кез келген жаңағы шешеді деп ойлаймын. Ал құрметті көрермендер, тыңдармандар, осымен біз бір толқын жобамыздың алғашқы шығарылымының соңына да келіп қалдық. Бүгінгі шығарылым көп адамдарға бір ой салатын, тәрбиелік мәнін беретін әңгімелер болды, шығарылым болды. Ал осы орайда енді Амина Капанова, сізге көп рахмет. Біздің алғашқы сұхбатымызға қатысып, сізбен бірге әңгімелескенімізге сізге шығармашылық табыс тілейміз. Деніңізге саулық, отбасыңызға байлық берсін. Ұстаз жолыңыз бұйырса аман есен жүре берсін. Мына бізде шәкірттеріңіз бұйырса биік шыңның төрінде болып, сіздің атыңызды әрқашан жүру бұйырсын. Сізге де рахмет. Қазір сізге қарап тәнті болып отырмын. Осындай жастарымыз өсіп келе жатқанына ең бірінші ойлаған тілеген армандарыңыз орындалсын. Әке-шешеңізге құрметпен қарап, ата-ана мұғалімдерге құрметпен қарауға Алла нәсіп етсін. Ойлаған жетістігіне жете ғой, өсіп өне беруге Алла сізге нәсіп етсін. Рахмет, әумин, көп. Ал құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Бір толқынмен, бір ойда, бір тебіреністе болайық. Келесі шығарылымда кездескенше.